Шардарада кәсіпкерліктің дамуына кедергі көп. Атап айтқанда, коммуналдық төлемдердің қымбаттығы мен мемлекет тарапынан берілетін жеңілдіктерге қол жеткізу кезіндегі қағазбастылық көп іске қол байлау. Ал ауыл шаруашылығымен айналысатындар үшін жер алу тыңайтқыштардың жетіспеушілігі сынды мәселелер шаруаларды әбден шаршатқан. Бұл туралы аудандық прокуратураның бастамасымен ұйымдастырылған жиында айтылды. Кәсіпкерлердің мәселесі көтерілген басқосуға Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасының өкілдері іскер азаматтар қатысты. Толығырақ тілші әңгімесінде. Жиын барысында кәсіпкерлердің әртүрлі салаға қатысты, атап айтқанда ауыл шаруашылығындағы тыңайтқыштарды жеткізу, жерді заңсыз пайдалану, жер учаскелерін бөлу, коммуналдық төлемдердің қымбаттылығы, мемлекет тарапынан бөлінетін субсидия алу және де тағы басқа мәселелер көтерілді. Кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау жөнінде прокуратуралық бөлімдері жалпы түсіндіру шараларын өткізіп өтті. Және біздің өзекті мәселе кәсіпкерлерге өзекті мәселе сұрақ қойдық. Сұрақтарда біздегі кәсіпкерлерге қойылатын тарифтер, су тарифі, жарық, тағы да басқа күл қоқыс шығару тарифтері жалпы бойынша сұрақтар қойдық. Енді алдағы уақытта сол сұрақтарымыздың нақты шешімін шығарып береді деген үміттеміз. Кәсіпкерлердің құқығын қорғау прокурорлардың басты бағыттарының бірі. Сол себепті прокуратура жаңынан мобильді топ құрылған. Басты мақсат мобильді топқа түскен сигналдар бойынша дер кезінде анықтау және қажеттілігіне орай тиісті шараларды қабылдау. Ағымдағы жылы кәсіпкерлер тарапынан 2 өтініш түсіп қанағаттандырылып, қосымша біреуі прокурор қадағалау актісі бойынша лауазым тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылса, екіншісі прокурор қадағалау актісі бойынша тергеліп қаралуда. Сондай-ақ бүгінгі таңға дейін аудандық прокурорлармен бірге бірқатар жұмыстар атқарылды. Нәтижесінде 658 кәсіпкердің құқығы қорғалса, 23 жеке кәсіпкерліктің 14-іне тексерулер жүргізіліп, оның заңсыз екені анықталды дейді Шардара ауданының прокуратурасының прокуроры Дәуренхан Орынбасарұлы. Шардара аудандық полиция бөлімінің учаскелік полиция инспекторлары мен дүкендерде, жеке кәсіпкерлерде тексеру жүргізіліп, ұсыну берілген. Ұсынуда темір есік, темір тор терезелеріне және бейне камералар орнату туралы ұсыну берілген. Сонымен қатар ұсынуды орындамаған жағдайда 1 ай мерзімде әкімшілік құқық туралы кодексінің 479 бабымен әкімшілік жауапкершілікке тартылатыны туралы ескертілген. Аталған жағдайда прокуратура органдарымен жүргізілген талдау нәтижесімен тексерулері әкімшілік жауапкершілікке тарту тәжірибесі заңсыз екені анықталды. Сонымен қатар Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасының ұсынысымен кәсіпкерлерге салық және құрылыс бөлімдерімен біргелікті оқыту сабақтары өткізілетін болады. Мәжіліс қорытындысымен кәсіпкерлер көтерген өзекті мәселелерді оңды шешуге бағытталған іс-шара жоспары әзірленіп, оның орындалуы бақылауға алынды. Мағыналас кездесуді алдағы уақытта әр айдың 20 жұлдызына өткізу тәжірибесі енгізілуде. Шардара ауданынан Дәрбек Оңласын, Лола Разметова, жаңалықтар.